Мына сорлы северный казақ деген туралы естіген шығарсыздар. Аслан Төлегенов деген нацпатриот, бірақ біздікі емес. Түрі қазақ болғанымен іші құрылысы қазақ емес. Тыңдаңызшы, не айтып тұрғанын. Нет там ближе других, чем русский. Понял? Сначала за Россию, а потом за казахов, да? За русских, а потом за казахов, да, был? Ну вот за таких, как ты, я точно не буду. Вот именно за таких, как ты. Вот Хорошо, таких, как ты, я называю сорняк. Сорняк, вот ты. Біраз көрген шығарсыздар видеоны. Сол туралы айта кетейін. Енді о жерден енді қалмау керекпіз. Бәріміз осындай нәрселер жариялау керекпіз. Өйткені бұндай адамдар біздің арамызда, қоғамымызда аз болу керек. Өйткені олар көбейіп бара жатыр күн сайын. Мынау комитетке, КМБ-ға рахметімді айтам. Ешқашан мақтаған емеспін комитетімізді, бірақ осы адамды ұстаған үшін, қазір отырғызған үшін енді сот болайын деп жатыр. Соның бәрін қадағалап қарап, ең қата жаза беру керек. Қата жаза беру керек. Өйткені бұлар біздің арамызға, қазақтардың арасында да іріткі салып отыр. Ондайлар көп қазір арамызда. Бұндайларды біздің қоғамымыздан тазартуымыз керек. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Бұндайлар шынымен де бар ғой, мен қуандым. Ұстаған кезде, естіген кезде осы бейне жазбаны жазайын ба, жазбайын ба деп ойладым. Зато қуанып осыны ішіме сыймай жатқасын, осыны салайын деп сіздермен бөлісейін дедім.